Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Арнама қош келдіңіздер. Мені қолдап, арнама тіркеліп, видеомды бағалап, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Бүгін сіздермен мантының түйілу әдісімен бөлісемін. Барлығымыз білеміз, қамырдың бәрін алдын ала дайындап жайып қойған әдісімен бөлісіп жатырмын. Қамырды жайып осылай кесіп алдым. Және де үстіне фаршымды салып дайындап қойдым. Бұл жерде сіздерге қамырдың жайылу ондай әдісімен бөлісіп жатқан жоқпын. Тек қана мәнтінің түйілу әдісімен бөлісіп жатырмын. Видеоны мұқият қарасаңыздар, мантыны қалай түйілу жолын көрсеңіздер болады. Алдыңғы видеоларымды қарасаңыздар, пельменді дайындау әдісін бөліскен болатын. Сол видеомда қамырды қалай дайындау жолы көрсетілген. Енді бұл жерде төрт бұрыштылап түйілу әдісін көрсетіп жатырмын. Мұқият видеоны қарасаңыздар, осы мантының жаймен және әдемелеп, әдемі формада түйілетін әдісімен бөлісіп жатырмын сіздерге. Бұл жерде мантыны кез келген адам түйе алады деп ойлаймын, бірақ соның өзінде де осы видеоны түсіріп көрсетіп шығарғым келді. Өйткені бұл да бір қажеттілікке жарап қалар деген оймен түсірдім. Өте керемет және әдемі болып шығады, өйстіп түйіп үйренсеңіздер. Бұл қажеттілікке жарап қалады деген видеомның бірі. Байқап тұрсаңыздар, бұл жерде қамырдың дайындалу әдісін ештеңкесін көрсетіп жатқан жоқпын. Тек қана мантының дайындалу әдісін көрсетіп жатырмын. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мантымыз осындай болып өте әдемі шықты. Осылай түйілеріңізге кеңес беремін. Видеоны қолдап, ең соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Және де каналыма тіркеліп, мені қолдап, видеоларыма лайк басып өтіңіздер. Ас болсын!